Мен Сарысу ауданы Жарылқасын Отарбаев орта мектебінің өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі Сәрсенбаев Әбдімүтәліп. Бүгінгі сіздермен өтетін сабағымыздың тақырыбы сенім туралы. Бүгінгі сабағымыздың құндылығы ішкі тыныштық, қасиеттері өзін-өзі амалдау, шыдамдылық, байсалдылық. Сабағымыздың мақсаты адамдардың бір-біріне дегенін сенімді қарым-қатынас жасауы керек екенін ішкі тыныштық құндылығы арқылы түсінеміз. Адамдардың өзін-өзін амалдауға үйренеміз. Бойымызда шыдамдылық қасиеттерін дамытамыз және байсалдылыққа тәрбиеленеміз. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі: жақын адамдардың, достарыңның, жалпы адамзаттың жақсылығына сеніп, адамдықты құрметтей білу, әдептілік, адамгершіліктің белгісі. Мағжан Жұмабаев. Мағжан Жұмабаев Бекенұлы 25 маусым 1893 жылы Солтүстік Қазақстан облысы, қазіргі Мағжан Жұмабаев ауданында дүниеге келген. Енді бүгінгі сабағымызда сіздерге сыйым: күмән туралы өсиет әңгіме. Біреу шеберден өзіңіздің күмән мен сенімдікті қалай жеңуге болады деп сұрайды. Шебер оған былай деп жауап береді: адам өзінде барды өзіне пайдасын тигізуге немесе зиянды тигізуге пайдалануы мүмкін. Егер сен табысқа жететініңе сенбесең, онда жолға шығып керегі жоқ. Жолдың соңында ойша өзіңнің жеңіс табатыныңды елестететін болсаң, онда сол бағытта жолға шығып керегі не? Егер сен қандай да бір істі маңызы жоқ деп есептесең, сол істі бастаудың да қажеті жоқ. Бұл дегенің өмірдің теңдесі жоқ уақытын пайдасыз жұмсау. Бірақ таңдаған жолыңды өз қадамыңның дұрыстығына сыни талдау жасамасаң, кейін кері қайтуға тура келетіндей әбден қателесуің мүмкін. Өз жұмыстарыңның әлемге жақсылық және зұлымдық әкелуі мүмкін екендігі туралы ойланбасаң, өзгені де өзіңді де көптеген қайғылы жағдайларға ұшыратуың мүмкін. Батылсыздық және тұрақсыздық сабырсыз ақылға тән. Ақылдың жүрек тыныштығына бағындыра біл. Тек рухани жетілген жүректе ғана сен ақиқатты сезіне аласың. Ақылыңды, рухани жүрегің тыныштығыңда ұстауыңды үйренсең, онда сенің жеке сыни көзқарасың саған көмектесуге келеді. Сонда күмәнданудың, жақсылық пен жамандықты, дұрыс пен қателесуді ажырата білу қабілетіңе айналады. Бұл сүйіспеншілік пен адамгершілік жолында қателесуден сақтануға және сенімділігіңді нығайтуға мүмкіндік береді. Тек жүрегіңді сүйіспеншілік саған әр уақытта дұрыс таңдау жасауға мүмкіндік береді. Сіздерге оқып берген өсиет әңгімеге байланысты сұрақтар. Бірінші сұрағым: тынышсыз ақылдың сипаты қандай? Екінші сұрақ: тыныштықты табу үшін ақылды қалай өзгерту керек? Үшінші сұрақ: жүрекке тыныштықты тапқанда біз нені таңдаймыз? Жауаптарыңызды өмірден алынатын мысалдармен дәлелдеме келтіріңіздер. Үйге тапсырма. Келесі сабақ нөмірі 24-ші Өтебай Тұрманжановтың сенім әңгімесін оқыңыздар.